Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен гуляш дайындаймыз. Ең алдымен табаға сары май мен сұйық майды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Кейін қызып тұрған сары майға туралған пияздарымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз кішкене қуырылған соң, үстіне туралған етті салып, тағы да қуырамыз. Ет пен пияз қуырылған соң, үстіне ұн салып араластырамыз. Кейін томат пен суды араластырып, алдын ала дайындап алып, тағамға қосамыз. Кейін үстіне тұз салып, егерде лавр жапырағы болса, лавр жапырағын қосып, одан кейін үстіне су құйып, 40 минут шамасында пісіріп аламыз. Гарнирге пюре дайындау үшін картопты осылай турап, қайнатып аламыз. Кейін картоп піскен соң артық суын төгіп тастаймыз, бірақ астына азғантай су қалдырамыз. Және де сары май, сонымен қоса сүт қоссаңыздар да болады. Және де бұрыш, тұз қосып, яғни дәміне қарап отырып, осылай миксермен езіп алсаңыздар, пюре біркелкі әдемі болып шығады. Кейін ыдысымызға әдемілеп салып, отбасыңызға ұсынсаңыз болады, ас болсын.